Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube көрермендер. Бүгінгі видеода бөлісетінім әрбір жүргізушіде болатын жағдай, яғни ауылдық болсын, қалада болсын, доңғалағымыз жарылған жағдайда өз қолымызбен 5 минутта қалай жөндейміз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Видеоны ұнаса лайк басып, коммент қалдырып, ауылдағы қаладағы гараж парақшасын тіркеліп кетіңіздер. Сонымен достар, бізге ең алдымен шиномонтажды да көрсетеді. Дүкендерде де сатылады. Мынандай екі бескамерка жамауға арналған өзінің құралы бар, инструменті бар. Яғни ол дүкендердің барлығында да бар, қолжетімді. Және оның қасында мынандай жгуты бар. Оның ішінде 5-10 шақты болады. Менде уже бітеу алды, көптен қолданып жүрмін. Дүкендерде 1500-2000 теңгенің айналасында тұрады. Әрекетте ол ең алдымен доңғалақтың қай жеріне желже барғанын табамыз. Сосын жақсылап дөңгелекті үреге үргеннен кейін мына жгутты дайындап аламыз. Жгутты дайындап алып, мына инструмент әрбір машинада болғаны дұрыс, себебі жолдарда, алыс жолдарда өте тиімді. Жолда шиномонтаж бола бермейді көп жерде, ауылдық жақтарда. Сонда дайындап дайын. Мынаны ұзындау алуларыңызға да болады. Мен әлде қысқасын алдым. Және мына үшкірмен енді покрышканың жаңағы доңғалақтың орнын дайындаймыз. Тесеміз, яғни үлкейтіп тесеміз. Мына жгут ұштап кіру үшін. Және мына жгутқа өзінің клейі бар негізінде. Егер клей болмаған жағдайда өзінде қолдануыңызға болады. Себебі бұл жел жібермейді, нығыз тұрады. Ал енді қараңыздар. Яғни мына үшкірмен доңғалақ тесеміз, орнын кішкене үлкейтеміз. Сосын аламыз, жгутты орнына орналастырамыз. Ол жгутты орнына орналастырғаннан кейін бұны жылдамдықпен кері тартып қалуымыз керек, себебі ішінде қалып қою үшін. Мінекей уже дайын. Енді артығын кесіп тастаймыз. Шақ болсын, резак болсын. Мінекей дөңгелегіміз дайын. Егер осындай видеолар ұнап, пайдасын тигізіп жатса, лайк басып, коммент қалдырып, ауладағы гараж парақшасына тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.